21 ғасыр техника мен технологияның дамыған заманы, ақпарат көздері тіптен көп. Азаматтардың жекелеген сұрақтары мен мемлекеттік басшыларға кіруі күнделікті процесс. Кезекке тұру, оны күту, әрине оған уақыт қажет. Осы орайда электронды үкіметтің алдына қойған басты мақсаттарының бірі адамның қажеттілігіне жарау, уақыт үнемдеу, мемлекеттік қызмет көрсету. Электронды үкіметтің көмегімен азаматтар өздеріне қажетті кез келген ақпаратты ала алады. Құжаттарды рәсімдеп, бюджеттік ұйымдармен түрлі есептеулерді шығара алады. Жалпы алғанда барлық мемлекеттік қызмет түрлерін осы электронды үкімет арқылы орындауға болады. Наиболее востребованные услуги уже доступны на портале электронного правительства в электронном виде. Допустим, справки, многие. Справка о недвижимости. Если раньше, чтобы ее получить, нужно было отстаивать в очередях, и 3 дня уходило на то, чтобы получить эту справку. Алғашқы кездері анықтаманы беру үшін 3 күн уақыт қажет болатын. Шындығында ол анықтама адамдарға аса қажет. Айталық, үйді сату немесе сатып алу үшін немесе несие алу үшін. Алайда қанша қажеттілік туындаса да күтуге тура келетін. Ал бүгін жаңа технологияның арқасында анықтамаға санаулы минут тіпті секундтың ішінде қол жеткізуге болады. Ешқайда барудың қажеті жоқ. Үйде өз компьютеріңіздің алдында отырып аталмыш анықтаманы ала аласыз. Құжатты басып шығарып, қажетті жерге апарасыз. Әрі жылдам, әрі тез, уақытты да үнемдейді. Электронды үкімет электронды экономиканың бір бөлігі. Электронды үкімет бұл мемлекеттік қызметтер мен түрлі ақпараттарға толы интерактивтік портал. Айта кетейік, бұл жерде республикада орын алған соңғы жаңалықтарды біліп, түрлі форумдарға қатысып, ол арқылы дауыс беруге болады. Сонымен қатар халыққа қызмет көрсету орталығына кезекке тұруға болады. Одан бөлек басшылардың жеке блоктарын кіріп қарауға, онлайн конференцияда ой-пікіріңізбен бөлісуге болады. Бағдарламалық қамтамасыз ету мемлекеттік деректер қорларынан тұрады. Атап айтсақ, жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, мекен-жайлық регистр, жылжымайтын мүліктер регистрі, мемлекеттік мәліметтер базасы, e-үкімет веб-порталы мен шлюзі, электронды құжат айналымының бір тұтас жүйесі. Бағдарламаны жүзеге асырудың нәтижесінде электронды үкімет инфрақұрылымының базалық компоненттерін қалыптастыру, нормативтік құқықтық базасын жасау, мемлекеттік органдардың электронды қызметін қалыптастыру мен дамыту, тұрғындардың компьютерлік сауаты деңгейін көтеру болып саналады. Сіз электрондық үкіметтің қызметтерінің барлық спектрімен порталда тікелей қойып, электрондық цифрлық қол қою арқылы қажетті қызметтерге сұрау салып, өз керегіңізге пайдалана аласыз. Енгізілген барлық сұранымдар біраз минуттың ішінде мәліметтер базасына еніп, тіркеледі де сізге анықтама түрінде құжат беріледі. Электрондық үкімет көмегімен мемлекеттік көмек алудың нақты мысалдарын қарап шығайық. Әдетте, заңды тұлғаны тіркеу 5 күн мен 30 күн аралығында жүзеге асады, ал электронды үкімет арқылы жүйені орындау 15 минут уақыт алады. Үнемі құжаттарды алып жүрудің де еш қажеті жоқ. Құжаттарыңыз электрондық портал базаларында әрдайым сақталады. Сіз жанұя құрып, некеге отыруға шешсеңіз, азаматтық хал актілерін жазу бөліміне кезекке тұрудың еш қажеті жоқ. Электрондық үкімет арқылы өтініш беріп, үйде отырып некеге тұра аласыз. Айыппұлдарды төлеу әдетте бірнеше сағаттық уақытыңызды алып, кезекке тұруыңызға тура келетін жұмыс. Ал электрондық үкімет сіздің уақытыңызды үнемдеп, жылдам әрі тез төлеуіңізге зор мүмкіндік береді. Электрондық үкімет көптеген бағытпен жұмыс жасайтын кешенді жоба. Сыртқы қарапайым болғанмен түрлі күрделі процестерді атқарады. Мәліметтердің теңестіру және тексеру, қаржы операциясы, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Үкіметтік органдардың мекемеаралық өзара әрекеттесетін жүйе. Бұл жұмыстарды арнайы мамандар қадағалап отырады. Жүйелік сәулетшілер, аналитиктер және программистер. Перед началом реализации Қандай да бір қызметті орындамастан бұрын біз алдымен сараптамалық қорытынды жасаймыз. Электронды форматқа қалай кіргіземіз, алдымен соны ойластырамыз. Ол үшін техникалық сұраныстың қандай түрі қажет, оның барлығы қалай жұмыс істейді. Осылайша сараптамалық қорытындыдан кейін программистермен кеңесеміз, оларға өз тапсырмаларымызды айтамыз. Электрондық үкіметтің порталы арқылы әртүрлі деңгейдегі азаматтар және мекемелер өзара тіркеуге тұра алады. Сондай-ақ порталда әрбір азамат қызметтермен танысып, төлем жүйелерін орындай алады. Және тіпті әрбір порталда төлем қызметін жасай алады. Барлық орындалған операциялар жүйесі төлеу шлюз арқылы өтеді. Бұдан басқа салықтар, айыппұлдар және коммуналдық төлемдерді де осы электронды үкімет арқылы орындауға болады. Как
показывает наша статистика, население в основном пользуется платежными картами. Статистика көрсеткенде халықтың бөлігі төлем картаны қабылдайды. Одан бөлек тағы да екі әдіс бар, алайда олар аса танымал емес. Осы әдістердің де танымал болу үшін біз аянбай еңбек етіп жатырмыз. 2012 жылдың басынан бері төлемдік шлюзбен 85 миллионнан астам адамдар түрлі қажеттіліктеріне қолданған. Атап айтсақ, салықтар мен айыппұлдар төлеген. Электрондық үкіметтің порталы 2006 жылдың 12 сәуірінде іске қосылды. Айта кетейік, бағдарлама келесі кезеңдер бойынша жүйеге еніп дамыды. Бірінші, ақпараттық кезең, порталда барлық қызметтер, мекен-жай, мемлекеттік құрылымдар, жұмыс мерзімдері, регламенттер туралы барлық мәлімет орналастырылған. Екінші кезең интерактивтік деп аталады. Мәлімдеуші өз атымен сұрау сала алады. Сонымен қатар кез келген мемлекеттік органдарға қандай болса да ұсыныстар ұсынылады. Үшінші кезең транзакция кезеңі. 2010 жылдан бері порталда әртүрлі төлеулер өндіріп алу мүмкіндігі пайда болды. Атап айтсақ, салықтар, айыппұлдар және басқа да ақыларды төлеу. Төртіншісі интеграциялық кезең. Бұл кезеңде әртүрлі қызметтер бір кешенге біртіндеп бірігеді. Мысалға, жас сәби дүниеге келді делік. Ата-ана порталға кіріп, бар болғаны бір өтініш толтырады. Сол өтініштен кейін бала автоматты түрде ЗАГСте тіркеліп, автоматты түрде балабақшаға кезекке тұрады. Демек, бар болғаны қолданушыға компьютердегі батырманы басса жеткілікті. 6 жылдың ішінде электронды порталға түрлі жобалар кіргізілді. Жеке субъекттер үшін түрлі қызметтер түрлері ендірілді. Электронды үкіметтің көмегі арқылы лицензиялар алуға, шешуі қиын сұрақтардың шешімін табуға зор мүмкіндік туды. Аталмыш қызметтердің барлығы кезекке тұрып, кезек күтуден шектейді, уақытыңызды үнемдеп, жемқорлыққа жол бермейді. Жобаның ең бір тиімді тұсы азаматтар мен шенеуніктердің арасындағы қарым-қатынасты жедел әрі түсінікті түрде жүреді. Электронды үкімет арқылы тек мемлекеттік қызметтер орындалып қана қоймайды, сонымен қатар ол мемлекетке де тиімді. Электрондық үкімет жылдам әрі тиімді. На самом деле, наша компания занимается развитием электронного правительства в Республике Казахстан. Каждый год мы занимаемся развитием и созданием... Біз жыл сайын түрлі бағытта, түрлі мемлекеттік жүйеде жұмыс жасаймыз. Бұлардың барлығы бізде жоспар бойынша жүзеге асады. Технология мен талаптар өзгеріп отырады. Сондықтан бізге үнемі бірлесе жұмыс жасау керек. Электронды үкіметте қызықты әрі тиімді болу үшін бар мүмкіндікті жасап жатырмыз. Мысалға, биылдан бастап ұялы телефондарға аталмыш қызметті орнатуды қолға алып жатырмыз. Ұялы телефон көмегімен ақша төлеуге, сон кезекте тұруға, басшылардың жеке блогына сауалдар жолдауға болатындай қызметтерді қарастырып жатырмыз. И ряд других полезных услуг, которыми может воспользоваться наше население, наши граждане, наши пользователи. Бүгінге дейін электронды үкіметте 128 транзакция қызметтері жұмыс жасайды. 2011 жылғы статистикалық дерекке сүйенсек, электрондық үкімет арқылы 10 миллионнан астам электрондық қызметтер көрсетілген. Оның ішінде 478 мыңнан астам электрондық цифрлық қол қоюлар және 3,5 мыңнан астамына электрондық лицензиялар берілген. Электрондық үкіметте глобалды дайындық бойынша Қазақстанның рейтингі жыл сайын өсіп келеді. Біздің еліміз электронды үкіметтің енгізілуі жағынан дүниежүзілік жетекші елдердің ішінен Сингапурдан кейінгі екінші орынды иеленді. Инфраструктура электронного правительства уже создана. Созданы основные информационные системы для наиболее востребованных электронных услуг. Электронды үкімет жүйелілік компоненттен, негізгі жүйеден аса қажетті қызметтерден құралған. Біріккен ұлттар ұйымының электронды үкіметті дамытуды бүкіл әлемде қолға алған. Аталмыш рейтингте Қазақстан 190 мемлекеттің ішінде 14-ші орынды иемденеді. Сондай-ақ Қазақстан телекоммуникация жағынан да алдыңғы дамыған елдер қатарында. Портал өз кезегінде ақпараттық қызмет көрсетуді жақсартып, мемлекеттік органдарда азаматтардың уақытының үнемдеуіне, мекеме аралық өзара әрекеттесулерді ақпараттық алмасуды қамтамасыз етіп, жедел қимылдаушылық жағынан таптырмас жаңа бағдарлама бола білді.